Туған жер анам еркелететін өзім шығармашылығым жүрсе, мынандай дүниеге дайындалған бірінші көрдім. Рахмет көп. Мен көріп сөйлеймін. Енді ең әуелі башыңыз көрген қуаныштымын. Осы мектептің әкімшілігіне, сізге, ұстаздар қауымына, ата-аналар деп айтқанымыздар, ата-аналар келуіміз, және ең бастысы содан кейін айтпақшы жаңа өлеңдерді таңдап оқығаннан мен осы мектептің қандай деңгейде білім алып жатқанын байқап отырмын. Қазақша айтқанда между прочим. Себебі көбінесе сен ешкімге бермеймін деп оқи береді. Сондай егінжек өлеңдер де бар ғой. Бірақ жаңағыдай философиялық өлеңдерді өз деңгейінде түсініп, соны тек қана жастар тақылдап айтты. Біз ол кісімен таныстық, мына Сүлдер деген кітабым бар, Алматыда төрде кездестік. Ол хабар агенттігінде журналист болып жұмыс істейді. Ол кезде Дина Төлекова деген сіздер естіп жүрген шығарсыздар бәлкім. Динеге кезек болды. Көбісі менің апайым, менің қарындасым деп ойлайды, негізі әйелім. Соны жазып жатырмын. Өйткені ол басқа заман. Жыраулардың заманында жырау әрі би болған, әрі батыр болған, әрі ақын болған. Қазір біз соның ең бір әлсіз шағыншы сияқты болып қалған ақындармыз. Сондықтан әдебиеттің өзінің миссиясы ол өте биік материалдарды жазу, мәңгілік тақырыптарды жазу, ол өлім, махаббат, аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде